Құрметті ұстаздар мен оқушылар, 10-14 қараша аралығында мектебімізде қазақ тілі мен әдебиеті апталығы өтеді. Бұл жыл көрнекті қазақ ақын жазушыларының мерейтойына арналған. Апта тақырыбы тіл мен әдебиет ұлт рухының негізі. Апта бойы түрлі байқаулар, әдеби сазды кештер және тәрбиелік іс-шаралар ұйымдастырылады. Қазақ тілі мен әдебиеті апталығына барлық ұстаздар мен білім алушыларды белсене қатысуға шақырамыз. Тілімізді ардақтап, ұлттық рухымызды көтерейік. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде, қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адамның тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Мейлі қазақ бақ шауып тұрсын, бап шауып тұрсын, ханшайымдар хат салып тұрсын.